Нұрманұлы Тән 1864 жылы дүниеге келген. 14 жасынан бастап намазға жығылған. Намаз оқуының себебі ол өзінің ажал келетінін сезінгендіктен, намаз оқу ажалдан сақтанудың бірден-бір жолы деп есептеген. Және араб тілін жақсы меңгеріп, балаларға ескінше сабақ берген. Қазақ балаларының оқитын жері жоқ екенін көрген атам тау тасты аралап, сонау мектеп саламыз деп кеткен екен. Және қазіргі барлығымызға мәлім Маңғыстау өңіріндегі Шерғала тауынан 7-8 шақырым жердегі Күміра деген тауға барып қоныстанады. Бұл жерде намаз оқытылатын болған соң мешіт деп атап кеткен. Және жарық түсуге ыңғайлы болу үшін сол оң жақтағы терезені ойып, және үстін ойып, жарық түсіруге барынша жағдайын жасаған. Тән ата осы жерде отырып намаз оқыған. Қызығы, таудың ішінде орналасқандықтан қыс мезгілінде ық және жаз мезгілінде көлеңке салқын болған. Сол ғасырлардың тұсында Тән ата өзімен тұстас адамдармен осы жерде жиналып, демалып, кеңес алысып отырған деседі. Және таңғажайып көріністердің бірі бұл жерден құбылаға қарап намаз оқып отырған Тән атаның бейнесін көреміз. және оның артында кішігірім туған 3 тастар бар. Яғни ол 3 баласы деп түсіндік. Тән атаның 3 баласы болған: Қашжан, Азамат, Ақмағамбет. Тау тасты аралап, қазақ балаларының білімін ашқан Тән ата қартайған шағында қара шаңырақтың иесі Ақмағамбеттің қолында тұрады. Ақмағамбеттің әйелі 4-ші баласын дүниеге әкелер алдында өмірден озады. Титтей балаларға және жасы келген кәрі кісіге қарай алмағандықтан, Тән ата өзінің ортаншы ұлы Азаматтың үйіне барып тұрады. Азамат Түпқараған ауданы Форт Шевченкода тұрады. Намазға беріп тұла бойы тазалыққа үйренген атам өзінің келініне менің күнде дәрет алатын суымды жылытып отырасың деп айтып талап қояды. Келініне және де намаз оқуды бұйырады, бірақ келіні оған немқұрайлықпен қарайды. Сонда келіні бір күні түсінде қорқынышты түс көріп оянады. Атасы сұрайды: "Не болды балам, түсіңде не көрдің? Маған барлығын айт" дейді. Сол кезде оның түсіне біреу кіріп, атаңның айтқандарын бұлжытпай орында, сен ондай қасиетті кісілердің сөзін жерге қалдыруға болмайды деп ұрысқанын айтады. Және содан бастап келіні барынша атасының айтқандарын бұлжытпай орындап жүреді деседі. Үкіметтің жауыз әрекеттеріне бой тасалап, өзіне тиесілі дүниесін аса таяған сол кездегі керемет кітаптарының бәрін жер жастандырып тығып үлгерген көрінеді. Дегенмен ұрпағына қалар асыл мұрасы кейінгі ұрпаққа мұра бола алмады. 1946 жылы Тән ата өмірден озып, сұлулық атына ие болады. Оның бізде қалған мағлұматтары жоқ болса да, оның немересі Тәнов Біләл Ақмағамбетұлы бізде қазір өте көп жетістіктерге жеткен. Біз оны насихаттап кейінгі ұрпақтарға айта аламыз. Сөзімді қорыта келгенде, ата-бабаларымыз тамырын текінге жайылған бәйтерек іспетті. Біз сол тамырдың нәрі мен сусында өскен жапырақтар секілдіміз. Кейінгі жастарға ата тегіміз, шежіремізді ұмытпауымыз